Қадірменді көрермендер, біз тікелей эфирімізді қарай жалғастырудамыз. Міне келесі кезекте бізге екінші лекте қонағымыз келіп жайғасты. Бүгінгі тақырып өте бір қызық, өйткені алдыңғы эфирде біз тек қана мұражайдан келіп, жалпы қандай негізінен жаңалықтар болып жатыр екендігін туралы сөз қозғайтын едік. Ал бүгін біз негізінен қор сақтаушы біздің жалпы ата бабаларымыздан қалған Қостанай облыстық тарихи өлкетану мұражайында жалпы қанша жәдігерлер бар, жәдігерлердің әрбір өзіндік ерекшелікте тұстары бар. Соны бізге барын айтып жеткізетін бүгін біздің студиямыздың қонағы Қостанай облыстық тарихи өлкетану мұражайының қор сақтаушысы Киікова Балым. Балым ханым, қош келдіңіз. Қош келдім. Сізді көрген өте қатты қуаныштым. Жалпы алтын уақытыңызды бөліп бізге келген үшін көптен көп рахмет. Ал енді жалпы өзіңізді жақынырақ танысып болсақ сізбен. Есімім Балым болады. Осы Қостанай тарихи өлкетану музейінде қор сақтаушысы болып жұмыс жасаймын. Балаларым бар, тұрмыс құрғанмын. Өз жұмысымды жақсы көремін. Жақсы, керемет. Жалпы енді күнделікті бізге келеді студияға әрқашанда мұражайдағы жалпы тарихи оқиғалар легінде. Мысалы, 31-шілде мұнда тарихи оқиға болады дегенде, фотосуреттерін әкеледі дегенде. Бүгінгі бізде жалпы сұхбат кішігірім бір өзгеше. Біз сол жәдігерлерді сақтайтын нақты сізбен, мамаммен сөйлесетін боламыз. Қор қалай сақталады, қанша қор бар дегенде. Жалпы осы тарихи өлкетану мұражайындағы қор сақтаудағы басты маманның мақсаты және қызметі не? Осы Қостанай тарихи өлкетану осы музейінің қор сақтаушысының міндеттеріне тоқталып кетейін. Әрине де ол осы музейіміздегі қазынамыз, экспонаттарды дұрыс, жақсы жағдайда оларды сақтау. Олардың жағдайын жасау, бір сөзбен айтқанда, олардың температура мен ылғалдылығын бақылау. Температурасы осы қорда 18-22 градус аралығында болу керек. Және де олардың осы өзім жаңағы айтып өткендей экспонаттардың білінбеуі үшін режимді қамтамасыз ету жаңағы температураның, өйткені заттар білінбеуі керек. Және де одан бөлек мысалға экспонаттарымыздың жаңағы қауіпсіздігін қамтамасыз ету, олардың қандай жағдайда сақталып тұр, жоғалып кетпеді ме, соның барлығын бақылау болып табылады. Одан кейінгі осы біздің міндетіміз экспонат сыртқа шыққанда, яғни ол сыртқа экскурсияға шығуы мүмкін, немесе басқа мұражайға берілуі мүмкін, тағы да басқа. Оларды біз барлығында арнайы журналдармен дарға есеп жүргізуіміз керек. Мысалға, бұны осы кісі алды, осы уақытта беріледі, осындай уақытта алып кетті деп біз есеп жүргіземіз. Және де одан бөлек ішкі тексеріс және түгендеу, ол жаңағы экспонат орында тұр ма, тұрға жоқ па деген сияқты біз бақылап қараймыз. Бұлай қайтып болсақ, негізен қор сақтаушы деп айтамыз, жалпы қарауда ғана емес, жаңағы өзіндік жаңағы айтып жатқанда температура, ылғал ғана емес, сонымен қатар сіздер көбінесе жаңағы сол жәдігерлерді қабылдауға да жауапты екенсіз. Негізі енді жалпы қорлар қалай жәдігерлер сіздерге қабылданады екен, қалай өзіндік тәртіп ережелері бар ма екен? Енді осы саған тоқталып кетсек, қордағы экспонаттарды біз қалай қабылдаймыз? Яғни ол арнайы комиссия шешімімен шешіледі. Біздің ең басты қор сақтаушысы, және де бөлімнің басшылары, және де директордың орынбасары барлығы отырып шешім қабылданады, және де алып келген заттарға ол осы бұл уақытша сақтауға алына ма, әлде осы бірден бізге қабылдана ма екен, осы комиссия шешіледі, ол түпнұсқа ма деген сияқты арнайы осы комиссияның шешімімен қабылдап алынады. Егер де ол осы экспонат біздің музейге қабылданған жағдайда, оған арнайы регистрационный номер беріледі, номері тіркеледі. Ол әрбір экспонатқа өзіндік сипаттамасы болады, қазақша, орысша нұсқада. Және де оның көлемі, кім алып келді, қашан тапсырды, бұл қай уақыттағы экспонат, барлығы да осы жаңағы неде өзінің карточкасында енгізіліп тұрады. Бір сөзбен айтқанда, бұл жаңағы экспонатты, барлық экспонаттарды біз ала бермейміз, тек өзгеше, ерекше, кездесе бермейтін экспонаттарды қабылдаймыз. Және де оның барлығы да комиссияның шешімімен қабылданады.
тіпті қателеспесем, жәдігерлердің қорларында өзінің сақтау және қайтару мерзімі бойынша болады, жалпы қысқа мерзім, уақытша мерзімге немесе тұрақты сол мерзімге алынатыны жайлы бізде арнайы құжаттар және де есеп жүргізіп отырамыз. Жақсы, керемет. Тағы да осындай бір сұрағым бар, жалпы Қостанай тұрғындарынан қандай жәдігерлер әкелінеді екен негізінен? Әртүрлі жәдігерлер алып келінеді. Соған қарай, мысалы, біз ол кімнен алып келді, жаңағы оның алдындағы шынайы ма деген сияқты барлығын зерттеп, сосын барып оны қорға аламыз. Соңғы уақытта бізге майшам келді. Оны бір осы қостанайлық тұрғын осы колледжде оқиды. Өзінің әжесінің әжесінен қалған жаңағы нен алып келген, майшамды алып келген болатын. Әртүрлі заттар алып келеді біздің осы қорға. Жалпы сонда бұл күнделікті өзіміздің дүкенде қолданатын майшам емес, е? Жоқ, бұрынғы уақыттағы майшамды алып келген болатын. Біреу мысалға біздің уақытқа жақын, біреу одан да ескі майшам болды. Екеуін алып келген болатын. Екі майшамды. Жалпы қазіргі уақытта және бұрынғы уақытты салыстыр ретінде әкелген сияқты дүниелер, және де әрине сонымен қатар құжаттар, фотосуреттер, суреттері болады, арнайы сипаттамасы болады, қазақша, орысша, және де оның барлығын біз арнайы журналдарға енгіземіз. Сосын әрбір экспонатқа өзіндік нөмірі беріледі. Жалпы міне Бағым ханым, сізге көптен көп рахмет. Жалпы сіз міне бізге айтып беріңіз, қалай қабылданады, жалпы оның талаптары қалай қарау дегенде енді мындай бір сұрағымыз бар. Жалпы өзіңізге тікелей байланысты. Осы мұражайда, біздің мұражайымызда қор сақтаушы болып жұмыс жасаған сізге ұнайды ма? Және де несімен бұл сізге ұнайды? Әрине де ұнайды, өйткені ол осы біздің музейімізге келетін әрбір зат, ол біздің қазынамыз. Оны өзіміздің көзіміздің қарашығындай қарау ол біздің міндетіміз болады. Және де мен бұл жұмысты махаббатпен жасаймын, маған ұнайды. Мысалға, басқа заттармен танысу деген сияқты, олардың тарихымен білу, ол мен үшін өте керемет жұмыстардың бірі болып табылады. Жалпы бұлай айтатын болсам, сіздің мамандығыңызға бұлай қызығып тұрмын, қызығып та, тамсанып та тұрмын. Өйткені мен білмейтін дүниелерді сіз білесіз дегенде, мүмкін бұрын ата-бабамыздан қалған жәдігерлерді қазіргі кезде білмейтін жастарды сіздер біле отырып, бірақ та бізге келетін қонақтарға көрсетіп, барлығын жалпы тарихымен таныстыратын әрине сіздер. Жалпы қазіргі кезде енді Қостанай облыстық тарихи өлкетану мұражайындағы келетін қауымдардың саны қалай екен, қазіргі жастар қалай қарайды бұл мұражайға көзқарастары? Жастар келіп тұрады, орта жастағы кісілер де келеді. Бірақ көбісі келетін енді осы орта жастағы балалар, ал енді адамдар, балаларды, студенттерді де біз келу үшін үгіттеу жұмыстарын жасаймыз. Олармен дөңгелек стөл деген сияқты мектептермен де жұмыс жасаймыз. Жақсы. Жалпы байланыстарыңыз орныққан екен, студенттермен де, мектепте оқитын оқушылармен де тікелей. Тіпті мүмкін студенттерде мысалы бір өздерінің дипломдық жұмыс болсын, курстық жұмыстарыңыз болсын келіп тұрады ғой, негізі сұрап дегендей. Қызығып келетіндер болады. Жақсы. Сонымен қатар өздеріңізде жалпы жақын арада дейтін болсақ та 110 жылдықтарыңызда да атап өтілетін болады. Жалпы қыз дайындық қалай болған жалпы? Дайындық жақсы жүріп жатыр, қызу жүріп жатыр. Биыл осы біздің музейімізге 110 жыл аталады. Тамыз айында бұйырса. Өте қуаныштымыз. Жалпы бұл да үлкен бір жаңалық десек те болады. Өйткені барлық жәдігерлердің ата-бабалардан қалған жай ғана фото, сурет болсын, жай ғана оның барлығы жай ғана емес, оның құнды деректер болып саналады. Соны сақтау ретінде. Жалпы жұмыс өтіліңізге неше жыл болған еді? Жұмыс өтіліме Құдай қаласа 2019 жылдан бастап жұмыс жасаймын. 2019 жылдан бастап жұмыс жасайды екенсіз, қазір бізде 2025 жыл, арасындағы неде де сол болдым, декреттік өтілімде де болдым.
сол 2019 жылдан бастап жұмыс жасаймын. Жақсы, өте жақсы. Жақсы екен. Жалпы цифрландыру жұмыстары қалай жүргізіледі екен? Жәдігерлерде электрондық қорлары бар ма? Цифрландыру жұмыстары жүргізіледі, арнайы бізде музеолог сайты бар. Және де осы біздің музейімізге кіргенде астында мультимедийный киоск бар. Ол кімдерге арналған, егерде мысалға мүгедек жандар болса, немесе екінші этажға міне алмайтын жағдайда болса, сол мультимедийный киоск арқылы әрбір залымызды көріп тұрады. Жақсы. Бұл және де цифрландыру 55% біздің жаңағы музейімізде жүргізіледі. Жалпы қамтамасыздандырылған екен, жалпы барлық мүмкіндіктер. Толықтай жалпы бұндай бір сұрағымыз қалып қойған екен. Жалпы қазіргі кезде қанша жәдігер қоры бар екен бізде? Қазіргі уақытта Қостанай тарихи-өлкетану музейінде 152 мыңнан астам бірлік бар. Оның негізгі қоры 87 мыңнан астам бірлік, ал ғылыми қосалқы қоры 47 мыңнан астам бірлікті құрайды. Ал оның 4 мыңнан астамы ол ғылыми, кескіндеме, мүсін жаңағы қорына жатады. Мінеки, құрметті көрермендер, біреу білсе де, біреу білмес, жақсы бір өзімізге бір ақпарат. Қостанай облыстық тарихи-өлкетану мұражайында 150 мың бірлікпен, жәдігерлік қорлары. 152, тіпті 152. Әр жәдігерлердің өзінің орны бөлек, әр жәдігердің өзіндік жалпы бағалы жалпы тарихимен бөлек болып саналады, Баға жетпес қазына. Жақсы, тамаша, рахмет. Бағым хамызге көптен көп рахмет. Осы бізге әрбір шақыруыңыздан сіздерге рахмет шақырғандарыңызға. Шақырудан бас тартпағаныңыз үшін дәл осы мерекелі жыл болсын, табысты болыңыздар. Және де мүмкін айтарды көрермендерге жолы тілегіңіз болса да мархабат камера алдында. Күндеріңіз сәтті өтсін, берекелі болсын. Жақсы болсын ма? Рахмет Бағым ханым, тағы да көптен көп рахмет. Және де өздеріңіздің ұжымдарыңызға да сәлем дұға айтыңыздар. Сіздерге әрқашанда хабарласып, бірақ та сіздер бас тартпай бізге келіп, керемет тамаша осындай ақпараттармен бөліскен үшін. Айтады бір қалмаған ақпараттар қалмаған сияқты, әлде де. Жақсы, онда рахмет сізге көптен көп. Күнің сәттілікке болсын, сәттілікке толы болсын. Бүгінгі күн ерекше бір жаңалықтарға толы болсын айтамыз. Рахмет. Құрметті көрермендер, осымен біз өз сұхбатымызды аяқтаймыз. Міне біз өзіміздің Қостанай облыстық тарихи-өлкетану мұражайында кішігірім қорлар туралы, олардың саны жағынан болсын, ерекшелік жағынан болсын, барлық жағынан бүгінгі өзіміздің 10 минуттық сұхбатта барлығын айтып үлгердік. Ал бүгінгі біздің студиямыздың қонағы болған Қостанай облыстық тарихи-өлкетану мұражайының қор сақтаушысы Киікова Бағым.